Сәлеметсіздер ме оқырмандар? Арнама қош келдіңіздер. Арнамның дамуына өз үлесіңізді қосып, әңгімеге лайк басып, пікір бөліміне пікірлеріңізді қалдыра кетіңіздер. Алдын ала рахмет. Сая бүгін әдеттегіден кешірек оянды. Төсектен тұрғысы келмеді. Есіктің арғы жағында анасы азиде ыдыстарды сақырлатып жуып жатыр ма? Таңғы ас әзірлеп жатыр шамасы. Басы меңзең анасының кешегі айтқан сөздері есіне шығар емес. Күйеу баласын басында ұнатпаған еді. Енді басына мынадай қиыншылық түскенде, ол енді адам болмайды. Бар мал мүлкіңді көзі тірісінде өз затыңа аударып ал. Ертең ана шешесі мен әпкесі тартып алмасын дегені көңіліне қатты тиді. Күйеуін ойлады, көзіне жас салды. Ес білгелі өткен өмірінің барлығын есіне алды. Сая Қарағанды қаласында өмірге келді. Әкесі өмірден ерте озған еді. Анасы екі сіңлісімен бірге үшеуін жалғыз өзі өсірді. Тағынан кешке дейін базарда көкөніс пен жеміс жидек сататын. Сая үйде сіңлілерін қарайтын. Әкесі кеткелі туыстары да сирек келетін еді. Қол ұшын созып көмектескен емес. Нағашыларынан жалғыз тәтесі ғана, ол да үлкен кісі. Жалғыз қызы Алматыға тұрмысқа шыққан, соның қолында тұратын еді. Бар ауыртпалық анасымен өзіне түсті. Ол кез кеңес өкіметі тарап, Қазақстан егемендік алып жатқан жылдар еді. Мектепті орыс тілінде үздік бітірді. Өйткені анасы жақсы оқы, жоғары білім ал. Мен секілді қара жұмыс істемейсің, сенетін ешкімі жоқ. Өзіңе ғана сен. Сен үлкенісің, артыңдағы екі сіңліңді сүйрейсің деп құлағына құя беретін. Сонымен анасы бар жиған тергенімен универге Алматыға жоғары оқу орнына түсірді. Нағашы әпкесінің үйіне орналастырып тапсырып кетті. Бірінші курсты бітірген соң тәтесі, айналайын, енді қалаға үйреніп қалдың ғой, жатақханаға шықсаң қайтеді. Стипендияң бар, универге де жақын, өзің білесің, бұнда өмір сүру қымбат. Жезең екеумізге саған қарасу қиын деп, әдемілеп үйінен шығарып салды. Сая тәтесінің бұнысына ренжіген жоқ, қайта қуанды. Бәрібір ол кісілер бұны амалының жоғынан анасының көңіліне қарап үйлерінде тұрғызып келіп еді. Онысын сезетін, анасына хабарласып мән жайды түсіндірді. Анасы келіп Саяны жатақханаға орналастырып кетті. Жатақханада қыздармен бірге тұрып оқып жүрді. Осылай 1996 жылы оқуды бітірді. Сосын өз білімін шыңдау үшін магистратураға оқуға түсті. Анасы қатты қуанып, сіңлілеріне Саяны үлгі тұтып, үнемі мақтап отыратын еді. Сая орыс мектебін бітірді. Орыс тобында оқыды. Магистратураны сол тілде оқыды. Өз ана тілінде түсінетін, бірақ аз кем ғана сөйлейтін. Сөйтіп жүргенде жергілікті Алматының жігітімен танысты. Екеуі бір-бірін ұнатып, көңіл қосып жүреді. Жігіттің отбасы бақуат тұрады екен. Отбасында жалғыз ұл, әкесі жоғары жақта қызметте жасайды екен. Бір күні жігіті Саяны отбасымен таныстырмақ болып, үйіне ертіп барады. Ата-анасы жақсы қарсы алады. Дастархан басына жайғасқан соң таныса бастайды. Саяның әкесі жоқ, көкөніс сататын жалғыз басты ананың қызы екенін естігенде түрлері бұзылып кетеді. Хош, сонымен не керек, ішіп жеп танысып, әңгімелесіп тарасады. Ертесінде жігіті, менің ата-анама ұнадың, жақын арада саған үйленемін дейді. Сая оған сенеді. Тіпті екеуі ерлі зайыптылар секілді жүріп тұра бастайды. Бір күні жігітті көңіл күйі болмай, сенімен маңызды шаруа жайлы сөйлесуім керек дейді. Сөйтсе, әке шешесі оның Саяға үйленуіне қарсы болып жатыр екен. Олардың айтуынша ол қыз біздің теңіміз емес. Ел жұрт не дейді? Сая біздің отбасымызға келін боламайды деп айтыпты. Әкесі өзімен қызметтегі әріптесінің қызына құда түсіп, бұрыннан дос екеуі құда боламыз деп жүргенге ұқсайды. Сол досының қызына үйленесің, бітті, болмаса дымсыз қаңғып кетесің деп шарт қойыпты. Жігіті басы салбырап, не істерімді білмеймін, сені қимаймын, әкеме де қарсы шыға алмаймын дейді. Бұны естіген Сая жігітіне қатты налиды. Оның ата-анасының анасын кеміскендеріне қатты ашуланып, ер емес, ез екенсің. Мамасының баласы екенсің,
ендігі менің көзіме көрініші болма деп бетін басып, жылап кетіп қалады. Одан кейін жігіті де бұны іздеп келмеді. Бір-екі рет қоңырау шалып еді, оған да жауап бермеді. Осылайша алғашқы махаббаты сәтсіз аяқталды. Бұнысын анасына айтқан емес еді. Өйткені анасы магистратураны бітіріп жұмысқа тұрмай, жігіті де тұрмысқа шығуды да ойлама деген болатын. Тесік моншақ жерде қалмас деп өз-өзін жұбатты. Барынтасын оқуға аударды. Дипломын жақсы қорғап, магистратураны аяқтады. Білімді маман болып шықты. Жалғыз басты мақсаты көкөніс сататын әйелдің балаларда жоғары көтерілсе, жоғары анама болсын, көтеріле алатын сәлелдеймін, жоғары білім алуына көмектессем. Жігітім әлі маған үйленбегеніне өкінетін болады. Осы ойлар мені алға шетеледі. Жергілікті орыс тіліндегі баспаға жұмысқа тұрдым. Ол кезде Қазақстанда өзге ұлттар көп еді ғой. Әріптестерім көпшілігі еуропалық ұлттар еді. Осылайша бар ынтаммен жұмысқа кірісіп кеттім. Осы аралықта менен кейінгі сіңілім Көкшетауға оқуға түсті. Бір жылдан кейін дәрежем өсіп, жалақым көтерілді. Анама ақырындап ақша жіберіп көмектесе бастадым. Анам риза болып жүрді. Сонда да өзің қиналып қалма деп мені де уайымдайтын. Осылай өмірім бір қалыпты өтіп жатты. Қыс мезгілі түскенде әріптестерімізбен жиналып жаңа жыл кешін атап өтетін болдық. Жаңа жыл кешіне бас редакторымыз да келді. Бәрі ішіп, жеп, билеп, көңілді кеш өтіп жатты. Бір кезде жаңағы бас редакторымыз мені биге шақырды. Ұлты украиндық еді. Өзі бойдақ, үйленбеген. Бойдақ қыздардың көпшілігі сол жігітке қалбаңдап жүреді. Сол кеште сол бас редакторымыз маған сөз салды. Мені біраз уақыттан бері байқап қарап жүреді екен. Жұмысқа жауапкершілікпен қарайсың, жақсы істейсің, үнемі жымиып жүресің. Маған ұнайсың, кездесіп, қыз-жігіт болып жүрейік деген. Мен аузым ашылып не дерімді білмей қалдым. Өзге ұлттың жігіті ғой. Мұнымен қалай кездесіп қыз-жігіт болып жүрмекпін. Анам білсе не болады? Ой деген жерік қой шіркін. Бір минутта бірнеше шақырымға кетіп қалды. Содан мен ойланайын дедім. Жұмыста сәлеміміз түзу болады. Мені ұнататынын ешқашан байқаған емес едім. Жұмыста өз ісімді біліп түзу барып, түзу қайтатын. Кейін жіліп сұрастыра бастадым. Жігіттің ата-анасы Киевте тұрады екен. Әпкесі осы Қазақстанға тұрмысқа шығыпты. Жездесі Шымкенттің Ақсу деген жерінің тумасы екен. Әкесі қазақ, анасы еуропалық ұлт екен. Жігіт әскерге барып келген соң Қазақстанға келіп, жоғары оқу орнын бітіріпті. Сосын әпкесінің жанында осында жұмыс жасап жүргелі біраз уақыт болып қалыпты. Жас менен 3 жас қана үлкен екен. Саткөзге өте сыпайы, үнемі жақсы көңіл күйде, әріптестермен қалжыңдасып, күлдітіп жүреді. Екеуміз жақынырақ таныса бастадық. Қазақстанға бейімделген араласатын достарының көбісі қазақ екен. Сонымен не керек? Мінезі, дүние танымы, адамгершілігі, кішіпейілділігі маған ұнады. Қыз-жігіт болып кездесіп жүре бастадық. Мен 3 құрбыммен 4-еуміз пәтер жалдап бірге тұратынбыз. Ол әпкесінің үйінде тұратын. Содан екеуміз бірге тұрайық деп пәтер жалдап тұра бастадық. Екеуміз екі ұлттың адам екеніміз мүлде білінбейтін. Күн өткен сайын бір-бірімізді қатты жақсы көріп кеттік. Бір күні Алматыға анам келетін болды. Енді не істейміз? Менің жігітімен бірге тұрып жатқанымнан анам бейхабар еді. Не болса да анам келген соң айтамыз деп шештік. Анам келді. Басқа пәтерге ауысып кеткенсің бе деп сұрайды. Мен болсам, менің жігітім бар, үйленсек деп жүрміз. Бірге тұрып шатырмыз деп едім. Анам ашулы жүзбен жалт қарады да. Тұрмысқа шықпай жатып бірге тұрғаны несі? Неге маған айтпадың? Өз қолым, өз аузыма жетті демекпісің. Енді не қаласам соны істеймін дегенің бе деп ұрса жөнелді. Қайда ол жігітің? Шақыр, көрейін, сөйлесейін деді бір кезде. Кешке келеді. Ол өте жақсы адам. Мама, сіз тек ашуланбаңызшы. Біз енді жас емеспіз ғой деп түсіндіріп айтып жатсам да анам теріс қарап, менімен сөйлеспей қойды. Кешке қолында бір шоқ гүлі бар жігітім келді. Анам оны көріп аузан қиып қалды. Мынауың орыс па дейді. Мен болсам, жоқ украинец деп қоям.
Сөйтіп едім, анам және ұрысты. Тіпті жігітімді елемей де қойды. Сөмкесін алды да нағашы тәтемнің үйіне кетіп қалды. Мен жылап қалдым, ал жігіті болса мені жұбатып жатыр. Барлығы да жақсы болады ғой, анаң әлі-ақ маған үйретіп кетеді дейді. Ертесінде нағашы тәтемнің үйіне бардым. Анамның ашуы басылған шығар, сөйлесейін деп едім. Тәтемде менің жағдайымнан хабары бар екен. Басқа ұлттың адамы болмайды. Әкең жақтың достары, қазақтың жігіті құрып қалғандай, хақауға тиіпті қызы. Анасы дұрыс тәрбие бере алмаған деп бізді табалайды дейді маған. Сосын анамды былай шығарып алып сөйлестім. Сәтсіз аяқталған алғашқы махаббатым жайлы айттым. Ол кісілердің мені менсінбегенін, сол қазақ жігітімнің пәктігімнен айырып тастап кеткенін, барлығын түгел басынан аяқ айттым. Көтпеген жерден анам бетімнен шапалақпен салып жіберді. Барлығына өзің кінәлісің. Мен сені оқып, білім алып жүрма десем, не білдіріп жүрсің өзің? Енді пәктігімнен айырылдым деп хақолға тиесің бе? Батамды да рұқсатымды да бермеймін. Осымен сөз бітті. Мен ертең қайтам. Ана жігіт туралы енді естімейтін болайын деп мені қоғандай қылып шығарып салды. Мен жол бойы жылап-жылап жұмысқа бардым. Сосын түскі ас кезінде жігітімен сөйлестім. Оған екеуміз айырылысайық. Анамның ризашылығын алмай саған тұрмысқа шыға алмаймын. Мені қиналып, әкесіз бағып өсірді. Елден кеп болмасын, қиналмасын деп оқытты. Енді қалай оның батасын алмай тұрмысқа шықпақпын. Жігітім бірдеме қылып көндіреміз дейді. Бәрі болмайды деп құрбыларыма кетіп қалдым. Ертесінде анам менімен қоштаспай Қарағандыға кетіп қалыпты. Мен көңіл күйім түсіп ауырып қалдым. Құрбыларым мені уайымдап қалды. Ертесінде Амина құрбым болмай мені дәрігерге апарды. Анализ тапсырды. Сөйтсем, аяғым ауыр болып шықты. Бұны білгенде ішімде бір қуаныш кернеді. Бірақ анамды ойлап іштей егілді. Құрбыларым жаныма деме болды. Жұмыстан іздеп жатыр деген соң селсоққана жұмысқа бардым. Жігітім іздетіп жатыр екен. Кабинетіне кірдім де, одан кетіп қалғалы 3-4 күндей өтіп еді. Маңдытып, жұмысқа да бармай жүргем. Сонымен не керек, аяғымның ауыр екенін айттым. Ол қуанып кетті. Енді бізге үйленуге ешкім кедергі болмайды. Анаңа барамыз. Мәнжеде айтып алдынан өтіп, тез арада үйленеміз деді. Сөйтіп, аяқ астынан әпкесі, шезесі төртеуміз жолға шықтық. Әпке шезесімен алдын таныстырған болатын. Бірге тұрып жатқанымызда бір-бірімізге қонаққа барып тұратынымыз. Ата-анасы тойларыңа бірақ келеміз депті. Жолда поезда қатты уайымдадым. Жүрегім лүпілдеп анамнан қатты қорықтым. Жігітім болса, көңіл-күй көтеріңкі екеуміз үйленеміз деп мәз болып отыр. Содан Қарағандыға жетіп үйге барсақ, анам әкемнің туысқандарын жинап алыпты. Мен алдын хабарласып айтқан болатынмын. Бізді салқын қарсы алды. Бізге сирек келетін, өмірі көмектеспеген әкемнің туыстары отыр екен. Барлығы бір өлімге келгенде қабақтары қатулы. Біз кіріп жайғасқан соң жігітімнің жездесі сөз бастады. Осылай қыздарыңыздың қолын сұрап келдік. 2 жас бірін-бірі ұнатып қалыпты деп жатқанында әкемнің інісі шорт кесті. Хақолға беретін қызымыз жоқ деді. Жігітім мен жездесі көздері бақырайып аңқиып қарап қалды. Өлі тыныштықты қайнап кем Марина бұзды. Бермей қайда барасыздар? Қыздарыңыздың аяғы ауыр демесі бар ма? Бетім ду ете қалды. Мұны айтады деп ойламап едім. Анам мен туыстарым аңтарылып өңменімді тесіп жіберердей көзқараспен жалт етіп маған қарады. Сол кезде ұялғанымнан кірерге тесік таппай қалдым. Анам ақылдасайық деп туысқандармен ас бөлмеге кетіп қалды. Көбірлесіп сөйлесіп отыр. Бір кесе мені шақырып алды. Анам, таңдауың өз болса жақсы, іштен шыққан баламсың. Саған батамды бердім. Әндетіп күйлетіп шығарып сала алмаймын. Еш болмаса, әке шешесі де келмеді алдымнан өтуге деп жатыр еді. Әкемнің інісі тағы да, оларды қайтесіз. Орыстар қайбір құда болып жатыр дейсіз деп және қойып қалды. Анам қыздығып, жылап жіберді. Менде үнсіз көзімнен жас моншақтай жөнелді. Келген адамдарыңмен бірге қайта бер.
аман жүр деп шығарып салды. Тіпті шай да бермеді. Біз үнсіз қоштасып үйден шығып кеттік. Қарағандының лекілдеп соққан ызғарлы желі, бетті қаршыған аязы менің анам мен әкемнің туыстарының көңіл күйін көрсеткендей еді. Аспаннан қара түнектеп қар жауып, біз қатты тоңып көңіл күйіміз болмай, қаладағы өзіміз тоқтаған қонақ үйге келдік. Сол жерде тамақтанып, демалып, бір күн қондықта, ертесінде Алматыға қайттық. Қайнапкем Марина біраз ашуланып сөйлеп алды. Қазақтар қонақ жай еді, бізге ең болмағанда шайды ұсынбады. Біз не жауым едік. Ағаталық ниетімізбен қыздың қолын сұрап бардық. Менің інімнен артық күйеу бала таппайтын еді. Көріп жүрміз ғой, өз қазақтарын ішіп әйелді ұрып, не білімі жоқ, не табыс таппайды. Сондай біреу кездесе қызын береді мекен деп тоқтамай сөйлеп келе жатыр еді. Күйеуі қойшы болды. Әйтеуір балдызыма қыздарын берді ғой. Сен ұлтқа бөлме. Есіңе салар болсам, мен де қазақпын ғой. Әкем қазақ. Мен де саған жаман күйеу болдым ба? Олай көпке топырақ шашпа деп, екі ортада әпкесімен жездесі біраз сөзге келіп қала жаздады. Жігітім білдірмегенмен оның да көңіл күй түсіп қалды біраз. Сонымен желтоқсан айында жаңа жыл қарсаңында біз мейрамханада кішігірім той жасап үйлендік. Киевтен ата енем келіп, олармен таныстым. Енем өмір бойы мұғалім болған кісі екен. Кербез мінезді, әдемі сөйлейді. Атам өте қарапайым, көп сөйлемейтін момын кісі екен. Жігітім жақтан дос, әріптестері барлығы келді. Мен жақтан құрбыларым мен екі сіңілім ғана келді. Кіші сіңілім де ортаншы сіңілімнің жанына оқуға түсіп, екеуі бір қалада тұратын еді. Ал анам тойыма келмеді. Анамның тойымызға келмегені жаныма қатты батты. Тіпті Алматыдағы нағашы тәтем де келмеді. Сол күні өз тойымда көңілім босап, біраз жылап қалдым. Жанымда бақыттылер ата-анамның болмағанына көңілім қатты құлазыды. Әйтеуір құрбыларым мен сіңлерім деме болып, көңілімді көтеруге тырысып жүрді. Күйеуім өзге ұлт болса да өте жақсы, көз ашық, көкірегі ояу, басы қатты істейтін, мінезі ашық жарқын пысық жігіт еді. Өз ортасында достары, әріптестері, туыстары оны жақсы көретін, қатты сыйлайтын. Оның жанында өзімді сенімді, жайбарақат сезінетінмін. Сөйтіп, тойымыз өткеннен кейін күйеуім мені балайына бір жетіге шетелге апарып, керемет демалып қайттық. Биылғы көктем аяғасы шолы болып келді. 3 күн қатарынан лекілдеп ескен жел соқты да, сіресіп жатқан қалың қар бір түннің ішінде ұрланып көшіп кеткендей зымсия шоқ болды. Жер ақ көйлегін шешкен арудай сыланып, құлантаса болды да қалды. Көктем көрінісі көзді арбап көңілге нелер қилы ой салатын ең бір жақсы шақ еді. Құстар да көбейіп кетті. Ертеден кешке дейін дірдір етіп ағаштан ағашқа қонып, ошу, базар жасап мәзмерен болып шықылықтасып, бір тыным таппайды. Біздің жалдамалы пәтеріміз қаланың жоғары жағында орналасқан болатын. Ас үйдің терезесінен таңертең таулар анық көрініп тұратын. Мен ұйқыдан тұра салып, пердені ысырып қойып, тауадан соққан самал желге бетімді тосып, таза ауаны құшырлана шыдатынмын. Қыстай жайбарақат жатқан қала өмірде қыш-қыш қайнай бастады. Осы көктеммен бірге мағанда белгісіз бір үлкен сезім қатар келді. Өйткені ішім томпайып, босанатын уақытым жақындап келе жатыр еді. Арада біраз уақыт өткен соң жаз айында мен қыз босандым. Күйеуім екеуміз қатты қуандық. Киевтен ата енем келді. Барлығы улап-шулап жүріп, қызым екеумізді перзентханадан шығарып алды. Қайнапкем мен сіңлерім, құрбыларым үйде жақсылап, дастархан жасап қойыпты. Содан кейін 2 күннен соң немеремді көремін деп анам келді. Анамның келгенде мен қатты қуандым. Анам мені кешірмейді ме деп ойлап едім. Немересі үшін кештім деді. Құдалар бір-бірімен танысты. Бірақ сөздері онша жараспады. Анам тәтемдікіне бір күн қонып қайтып кетті. Ата енем біздікінде біраз боламыз. Енем маған қарасамын деп қалып қойды. Анам көбірек сорпа іштеп күйеуіме қойдың етін алдыртып табыстап кеткен. Анам кеткеннен кейін сүйек етін салып сорпа қайнатайын десем, енем
Ожас, бұл не тамақ? Дәусекті салып қайнатып сылдыр су ішесің бе деп, тауық етін алдыртып, тауықтың сорпасы, шабел сорпасы, борщ, котлет, пирожки құймақ күнде неше түрлі тамақ жасап мені барынша күтті. Сол кезде мен аз үйге тамақ жасауға үй шаруасына мүлде олақ екенімді ұқтым. Күйеуім анасының тамағын сүйсініп тұрып ішетін. Алғашқы күндері қызымды да дұрыстап ұстай алмайтын. Енем шомылдырып, майлап сылап, не керек кіші қырқымнан шыққанша қарасты. Содан қызының үйінде біраз күн болып елдеріне қайтты. Мен жайлы не ойласа да ішінде кетті. Мүмкін қызына айтқанда болар. Осы арада күйеуімнің жездесінің кәсібі өрге жүзіп, үлкен компания ашты. Күйеуім баспадан кетіп, жездесінің орынбасары болып жаңа қызметке кірді. Жездесінің жеке кәсібі өрге жүзіп, күйеуімнің де табысы артып, өзіміз тұратын ауданнан 3 бөлмелі пәтер алдық. Қызым 2 жасқа келгенде мен де жұмысқа шығамын деп едім. Күйеуім, Сая, менің табысым жақсы, қызымыз өскенше біраз үйде отыра тұрсаңшы дейді. Мұны естіген енем де үйде отырсын, бала бақсын депті. Олардың бұл сөзіне мен ашуланып, мен сонда босқа оқыдым ба? Жұмыс демесем қарайып қаламын ғой. Мен дамуым керек қой. Қызыма бала бағушы аламын деп, жұмыс жасаймын деп мемлекеттік мекемеге журналист болып жұмысқа тұрдым. Тәжірибе жинақтап, жұмыста дәрежем өсе бастады. Жалақым да көтерілді. Осылайша арада 5 жыл өткен соң екінші рет ол бала босанып алды. Жаныма үй шаруасына көмектесетін көмекші алдым. Қызыма мектепке дайындайтын оқытушы жалдадым. Пианино үйрететін, музыкадан беретін оқытушысы тағы бар. Үйде отырған соң өзіме де ағылшын тілін үйрететін жеке оқытушы жалдап, балалармен өзіммен айналыса бастадым. Жазда демалысқа Турцияға ұшып барып демалып келетін болдық. Күйеуім шетелге сапармен көп шығатын болды. Соңғы үлгідегі көлік міндік. Мен қайта жұмысқа шықтым. Кішкентайымды балабақшаға бердім. Қызымды физика, математиканы тереңдетіп оқытатын арнайы мектеп гимназияға бердік. Мен баспадан кетіп, басқа жұмысқа ауыстым. Ол жерде де дәрежем өсті. Мен атақты адамдардан сұхбат алатынмын. Жастармен топ басшысы ретінде жұмыс істеймін. Мен де шетелдерге сапарға шыға бастадым. Өзімнің редакторлығымен әйелдерге арналған жеке журналымды шығардым. Осылай жағдайымыз күннен күнге жақсарды. Араласпайтын туысқандар ақырындап тартыла бастады. Дос-жарандар көбейді. Осылай өмірме дән риза күндеріміз өтіп жатты. Күйеуім кезекті сапармен Таиландқа ұшатын болды. Жұмыстан 5 адам баратын болды. Жездесі, күйеуім және әріптестері. Сапардан 2-7-дей болып үйге қайтты. Келген соң мазасы қаша бастады. Үнемі шаршап, селсоқ болып жүретін болды. Бір күні әпкесі өзі істейтін ауруханаға шақыртып, анализ тапсыртып дәрігерге қаратты. Марина екеуміз еңбекқор едік. Жұмыс, карьера қолаған адамдармыз. Осы жағымыз бір-бірімізге ұқсайтын. Ол да күйеуі білдей бір компанияның генеральный директоры болса да, өз кәсібін сүйетін, жақсы көретін. Мұрын құлақ жолдарын емдейтін дәрігер еді. Күйеуі соңғы үлгідегі Мерседес мінгізіп қойған. Сол көлігін ауруханаға кіргізбей, жолдың арғы бетіне қойып, ауруханаға жаяу келетін. Әріптестері оның күйеуінің білдей бизнесмен екенін де білмейді екен. Сонымен күйеуім жұқпалы ауру жұқтырыпты. Бастапқы кезең екен. Дәрігерлер кіммен қарым-қатынас жасады барлығын арнайы тексеруден өтсін деді. Оқшаулау керек деп арнайы емханаға жатқызды. Осылайша басымызға үлкен сынақ түсті. Күйеуім бұл ауруды қалай жұқтырғанын білмеймін. Сол сапардан кейін ауырып қалды. Ол өте тазалықты сүйетін. Өз киімдерін өзі кір жуғыш машинеге айналдырып жуып алатын. Өзі үтіктейтін. Сырт киімдерінде химиялық тазалауға жиі апарып тазалатып тұратын. Көлігінде таптинақтай қылып, шылтыратып таза ұстайтын. Өте кірпияз болатын. Мейрамханаларда да қасық, пышақ, шанышқыны пайдаланбас бұрын салфеткамен жақсылап сүртіп алатын. Үнемі үстіне қымбат әтірін сеуіп, жинақы таза жүретін. Киім жағынан маған ешқашан салмақ салып сөйлеген емес. Киімімді түкте, нәзік киімді жу деген сияқты. Тамақты да талғап жейтін.
Бұл жас мезгілі болатын. Күн ыстық, бала демалыста үйде еді. Аяқ астынан әбігерге төстікте қалдық. Отбасымыздан бастап барлығымыз үйдегі көмекшіме дейін тексеруден өттік. Жұмыстағы әріптестері, достары барлығы түгел тексеруден өтті. Бағымызға орай барлығымыздың анализіміз, тыныс алу, жолдарымыз таза болып шықты. Тек қызымыз ғана күмәнді болып, қайта тексеруден өтіп, күмәні расталмады. Сонда да дәрігерлер бізге қосымша иммунитетті көтеретін біраз дәрілер мен дәрумендер жазып берді. Сонымен не керек? Анам келді. Араға бір апта салып енем келді. Анам маған: бұл аурудан айығу мүмкін емес, қиналады. Сосын бұның соңы өлімге келеді. Сол үшін бар мал-мүлікті, банктегі депозиттерді өзіне алып, жинақта. Кім біледі, ертең ана шешесі мен әпкесі алып алмасын дейді. Мені жұбатудың орнына анам осылай деді. Күйеуімнің ауырып қалғанына іштей қатты күйзеліп жүредім. Анамның мына сөзіне қатты ашуланып кетті. Күйеуімді жақтырмасаңыз да мұна немерелеріңізді ойламайсыз ба? Күйеуімді әлден желеп қойдыңыз ба деп ренжідім. Басымызға осындай сын түскен кезде айналамыздағылардың кімнің кім екенін айқындалды. Туыстар алыстан тек телефон арқылы хабарласатын болды. Достар сиреді, тәпті үйдегі көмекшімде айлығын алып, қош айтысып кетіп қалды. Тек қызымның қазақ тіл мен пианинодан беретін оқытушылары ғана келіп жүрді. Олардың да өмірін қатерге тіккім келген жоқ еді. Содан сөйлесіп мән-жайды түсіндіріп айттық. Оларды тексеруден өткен болатын. Барлығы таза болып шыққан еді. Қызымның оқытушылары: біз сіздерге үйреніп қалғанбыз. Отбасыларыңызға қиын-қыстау күн туғанда орта жолда оқу жұмысы тастап кетпейміз деді. Олардың бұндай шешімдеріне қатты қуанып қалдым. Оның үстіне қызымның қазақ тілінен жеке сабақ беретін оқытушысы менің жұмысымда көп құжаттарды аударма жасап, көп көмегі тиіп жүретін еді. Онымен құрбыдай болып кетіп едік. Өте жақсыдым. Мен бұл жағдайға іштей қатты күйзелсем де, сыртта ешкімге білдірмедім. Жолдасыма да мықты болып көрінгім келеді. Сен әлі құлантаса айығып кетесің, берілме, тек жақсы нәрселерді ойла деп ауруханаға барған сайын көңіліне демеу беріп кететінмін. Алайда былай шыққан соң оқшаланып алып, еңкілдеп жылап алатынмын. Жолдасым да сыр бермейтін. Сол баяғыдай таптинақтай болып, маскасын киіп, дәрігерлердің нұсқаулықтарын бұлжытпай орындап жүретін. Ол керісінше: саяшым, саған көп ауыртпалық түсіп кетті ғой, шаршап жүрген жоқсың ба деп, маған аяушылық білдіріп жүр. Сонымен күйеуім ауруханада, анам мен енем балаларды қарайды. Ауруханаға тамақ жібереді. Күйеуім жұмыс істемесе де жездесі ай сайын айлығын төлеп отырды. Ол ақшаға ауруханаға күйеуімнің ем-домына жұмсалып жатты. Маған да кәдімгідей салмақ түсті. Алтын айлығымды жинайтынмын, анама көмектесетінмін. Жеке журналымның шығындары бар. Өзіме, балаларға киім-кешек тек осындай нәрселерге жұмсайтынмын. Енді үй шығындары, азық-түлік, балалардың оқытушылары, спорт кружоктары бәрін өзім төлейтін болдым. Осы орайда менің студенттік кезде бірге оқып бір пәтерде тұрған баяғы үш құрбыма алғысым шексіз еді. Маған қолдарынан келгенше көмектесіп тұрды. Рухани және материалды тұрғыдан демеу бола білді. Жоғары қабатта тұратын жанна көрші құрбымда көп қарасты бізге. Көлігімен қызымды мектепке тасып, өз қызымен бірге апарып әкеліп жүрді. Күйеуімнің де санаулы достары ғана қалды. Олар да ауруханаға жиі барып тұратын еді. Күйеуім шайдан соң психологиялық тұрғыдан қатты жынжып кетті. Денсаулығы да оңалудың орнына төмендеп бара жатқан секілді болды. Содан барлығымыз ақылдаса отырып, дәрігермен сөйлесіп, үйдің жанынан пәтер жалдап, сол жерге оқшаулап тұрғыздық. Жолдасым үй жағдайында тұрғысы келетінін және де балаларын сырттай көргісі, сырттай болса да көріп тұрайыншы деп, оларды қатты сағынатынын айтты. Барлық жағдайы бар, кең, таза, жалдамалы пәтерге медбике күнде келіп, укол системаларын салып кетеді. Кешке жұмыстан соң балаларды серуендетуге шығарған болып, күйеуім тұрып жатқан көп қабатты ауланың алдына апарып ойнататын еді. Күйеуім оларға байқатпай терезеден қарап, риза болып отырады. Бір күні ойланып отырып, бұлай жүре берсек, бір күні күйеуімнен
айырылып қаламын ба деп қатты уайымдай бастадым. Өйткені бұндағы ем-дом әсер етіп жатқан жоқ еді. Жағдай дұрысталмады. Сосын екеуміз ақылдаса келе ғаламтордан осы ауру жайлы ақпарат қарап, бұны емдейтін дәрі-дәрмек білікті дәрігерлерді шетелден іздей бастадық. Қытайда емделіп осы аурудан жазылғандар бар екен. Германияда да білікті дәрігерлер баршылық екен. Сонымен барлығын зерттеп қарап, сөйлесіп алдымен Қытай еліне сапарға аттандық. Келіскен емханаға барып, қаралып, біраз уақыт ем алдық. Сол жерде күйеуімнің беті бері қарай бастады. Сосын сол жақтан қымбат дәрілерін алып елге қайттық. Сонда да Германиядағы білікті дәрігерлерге барып қаралып көрейік дедім. Сонымен банктердегі барлық депозиттерімізді шешіп алдық. Әпкесімен жездесі, дос құрбылар барлығы бізге қол ұшын созып көмектесіп, қомақты ақшамен неміс еліне ұшып кеттік. Күйеуімнің дертіне емді осы жақтан таптық. Күйеуім осы саланы қарайтын ең мықты дәрігердің бақылауында болып ем алды. Алдымен Алла, кейінгісі осы дәрігердің ем-домымен күйеуім ауруынан құлантаса айықты. Араға біраз уақыт салып елге оралдық. Дәрігер күйеуім жақсы тамақтансын, дәрілер мен дәрумендерін уақытылы қабылдасын, темекі қайта тартпасын, спортпен оның ішінде жүзумен шұғылдансын, таза ауада көп серуендесін деген болатын. Сонысын бұлжытпай орындауға көштік. Күйеуім өзінің де церковқа барып тұратын. Осы орайда ауырып жүргендегі бір оқиға есіме түсіп кетті. Ауруханадан шығарып, пәтерде тұрып жатқанда досына өтініш жасапты. Церковқа апарып келші депті. Досы қазақ болған соң өзі кірмей жолдасымды кіргізіп жіберіпті. Жолдасым ішке кіріп дұғасын оқып жатқанында аяқ астынан әлсіреп есінен танып құлап қалыпты. Сол кезде қалтасындағы барақшасы мен қымбат телефонын біреулер ұрлап алып кетіпті. Бұны естігенде жағамыз ұстадық. Адамдар қандай болып барады? Құдайдың үйінде науқас адамды тонап кеткендер қалай? Тағы да арамызда осы дінге байланысты біраз келіспеушіліктер болады ғой. Күйеуім ауырмай тұрған кезінде анам баламды сүндетке отырғыз деді. Бұған енем күйеуім барлығы қарсы болды. Соған қарамастан дәрігерге апардық. Сонда дәрігер сүндетке отырғызыңыз, бұл гигиеналық тазалық жағынан да жақсы деп мені қолдап, күйеуім келісімін берген еді. Баламды сүндеттеп мұсылман болды. Сол кезде анам да келген болатын. Ұлымды сүндетке отырғызғанымызға қуанып, әне, мұсылмандар жеңдік деп еді. Анамда бір себеп туа қалса осындай бір әңгімелермен күйеуімді бір мұқатып алатын. Бұның барлығын айтып отырған себебім ұлтаралық отбасы осындайлармен қиында болады екен. Мен жұмада әкемнің әруағына арнап сирек шелпек пісіріп тұратынмын. Мешітке бас сұққан адам емес едім. Күйеуім ауырғалы Аллаға сена бастадым. Анаммен алғаш рет саяхат автобекеті жанындағы үлкен мешітке бардым. Қайыр садақа пітір бердім. Күйеуім жазылып үйге оралған соң анамның айтуымен құрбан айтта мешітке барып, құрбандық шалдырып, еттің сол жердегі жағдайы төмен отбасыларға тараттық. Сонда имамның айтқаны есіме мәңгі сақталып қалатын шығар. Құдіретімен мейірімі шексіз Алла тағала мені бастарыңа қиын қыстау күн туғанда ғана естеріңе алмаңдар. Жағдайларың жақсы кезде де естеріңе алып жүріңдер дейді деген еді. Өлі риза болмай тірі байымас дегендей, әкеме өмірден озған ата-бабаларыма арнап, әр жұмада жел шелпек салуды ұмытпайтын болдым. Сонымен не керек, біраз уақыт демалған соң күйеуім қайта жұмысқа шықты. Қаланың шет жағынан тау жақтан жер алдық. Сол жерге күйеуім 2 қабатты үй тұрғызды. Ауасы таза, табиғаты керемет жер. Қаладағы 3 бөлмелі пәтерімізді сатып, жаңа үйімізге көшіп барғанымызға міне 3 жылда ғана уақыт болды. Ауласына жеміс ағаштарын, газон, кішігірім бақша егіп қойдық. Бұның барлығы күйеуімнің өзіміздің денсаулығымызға пайдалы еді. Осында көшкен соң жекем біраз сыр беріп, жұмыстан бір айға демалыс алып, біраз демалдым. Осы кезде жасым 40-тан асса да көтпеген жерден аяғым ауырлап қалды. Болмаса, арада біраз жыл өтті ғой. Үлкен қызым Мәскеуде оқиды. Оның соңынан жақында баламды сонда оқуға түсті. Баламнан кейін ақ болды, енді тумаймын деген болатынмын. Сөйтіп жүріп міне 45 жасымда қыз бала босанып алдым. Бүгін
Бүгінде бір жастан асты. Кіші екі сіңлімде отбасын құрған. Екеуі де Астанада, балалы шағалы. Үлкен үйге көшкелі анамды Қарағандыдан көшіріп алдым. Анам қазір кезінде жақтырмаған күйеу баласының қолында, біздің үйімізде тұрады. Астана мен осы екі ортада немерелеріне қарасып жүреді. Алла сынақты да көтере алатын пендесінің басына береді екен ғой. Бұл сынақтан төзімділігіміз бен табандылығымыздың арқасында сүрінбей өттік десе болады. Басымыздан өткенді ешкімге де тілемеймін. Біздің жағдайымыз болған соң, шетелдік дәрігерлерге қаралып қымбат дәрілерді ала алатын мүмкіндігіміз болған соң емделе алдық. Қол ұшын созған туыс достар да бар. Ал жағдайы жоқтар ше, олар қалай бармақ? Олардың жағдайы қалай болмақ? Күйеуім ауруханада жатқанда осы аурумен ауырып жатқан жасы мен кәрісі бар неше түрлі адамдарды көрдік қой. Барлығына да бір Алла тағала жар болсын. Бастысы деніміз сау, ет жақындарымыз аман болса екен.